Елде вакцина жетіспеушілігі болмауы тиіс. Қарағанда фармацевтикалық кешені Спутник V екпесінің 93 мың дозасын шығарды. Препараттың алғашқы партиясы өңірлерге жөнелтіле бастайды. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов пен денсаулық сақтау министрі Алексей Цой вакцина өндірісі барысын тексерді. Жақын күндері Қазақстанның барлық өңіріне гам-ковид-гак вакцинасының алғашқы партиясы жөнелтіледі. Ал наурыз айында фармацевтикалық кешенде 150 мың доза екпе өндіру жоспарланған. Сәуірден бастап бұл көрсеткіш 600 мың дозаға жетеді. Осылайша халықты коронавирусқа қарсы вакцинамен қамту кезең-кезеңмен жүзеге асады. 90 мың дозасы осы жерде мына бүгін шығарылып бастап жатыр. Осы жұманың аяғына шейін бүкіл облыстардың бәріне түбегейлі жеткізілетін болады. Сондықтан соның дайындығы туралы тексеруге бір жағынан келдік. Екінші жағынан осы жерде қандай мәселе бар, қандай сұрақтар бар, сол көтерілетін сұрақтарына байланысты көмек көрсету үшін осы жерде арнайы сапармен келіп отырмыз. Кәсіпорын ресейлік вакцинаны өзімізде шығару үшін алдымен тәжірибелік өндіріс жүргізді. Ал 24 желтоқсаннан 21 қаңтарға дейін шығарған препараттар Гамалея атындағы ғылыми орталықта сапа бойынша сынақтан өтіп, осы ақпан айында министрлікте тіркелді. Өте маңызды сәт. Алғашқы вакциналарды шығардық. Денсаулық сақтау министрлігі жұмыс тобын құрды. Оның құрамына бейінді ведомстволарының басшылары және Қарағанды фармацевтикалық зауыттың мамандары кірді. Мәселелер күнделікті режимде талқыланды. Қысқа мерзімді технология трансферін, өндірісті жолға қою, қызметкерлерді оқыту сынды сұрақтарды шештік. Фармацевтикалық кешен субстанцияны Ресейден алады. Жарамдылық мерзімі 2 апта ғана. Осы аралықта елге жеткізіп, одан 2 компонентті вакцина жасалады. Біз өндірілген вакцинаны өзіміздің қоймада сақтаймыз. Емдеу мекемелері қанша тапсырыс берді, сол мөлшерде ғана шақтап жөнелтіп отырамыз. Себебі көп көлемде қабылдауға барлық ауруханалардың қауқары жетпейді. Ал оны белгілі бір температурада ұстау керек. Әйтпесе жарамсыз күйге түседі. Айта кету керек, дайын вакцина кәсіпорын жанындағы және ресейлік ғылыми орталықтарда тексерілген соң ғана пайдалануға жөнелтіледі. Препараттар екпе кабинеттеріне жеткенге дейін барлық халықаралық санитарлық фармакологиялық талаптар сақталады. Сапар барысында премьер-министрдің орынбасары мен денсаулық сақтау министрі мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған луч оңалту орталығына да барды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.